Сансаңе. Жақсы, қымбатты көрермен, дәл осындай көңіл күйде біз таңшолпандарымен қарай жалғастырайық. Еліміздің өңірлеріндегі ең мықты IT мамандар стартап орда жобасы аясында елордада бас қосты. IT стартаптардың халықаралық технопаркі аймақтардағы IT кәсіпкерлерді дамытуға бағытталған 3 күндік жоба өткізді. Шараға 10 облыстың мамандары келген. Ұйымдастырушылар бұл жоба жас мамандар мен кәсіпкерлерді біріктіріп қана қоймай, еліміздің экономикасын дамытудың индикаторы болатын стандарттардың санын арттыруға әсер етеді. Өйткені әр елдің бизнес кеңістігі нөлден құрылған жобалардың табыстылығы тұрғысынан бағаланады дейді. Арасында енді ғана қарқын алып келе жатқан бұл сала мамандарының өзара бірлесе жұмыс істеуі үлкен нәтиже берері сөзсіз. Стартап орда жобасы, яғни ол аймақтық стартаптарды дамытуға арналған жоба. Себебі әркім біледі, Астана мен Алматыда IT өте қарқынды дамып келе жатыр. Ал басқа қалаларда, яғни ол баяулау. Сондықтан да оны тездету үшін, арттыру үшін, осылайша біз әрбір қаладан менеджерлерді Астанаға осында келдік. Үйреттік, 3 күн олар үйренген болатын. Стартап жайында, трекерлік жайында. Әрбір 10 адам осында келген, өте қатты іріктеуден өткен болатын. Осы жылы бізде концепция жалпы сәл өзгеруде. Біз ана жылы жай активити жасасақ, осы жылы біз жобалармен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни жай ғана белсенділік таныту емес, сонымен қатар балаларды бір мәселені шешуге болмаса идеяны дамытуға бағыттайтын боламыз. Осындай бағдарламалар біздің елімізде көп болу керек деп есептеймін.